Başlayın. Dostlar, kim İstanbul'dan kim gözleriniz bilesizler, bastap vermezler. Ağam bastasın, bir ekşe bol. Құрметті бүгінгі тойға, мерейтойға жиналған Қытай абайлар, достар, ауылдастар, алыстан жақына келген, ана Алматыдан, Астанадан, Алматыдан Толикке өтіп, Горлеге боранға қарамай машина келді. Оның бәрі сыйластық, сіздердің бір ауыз сөйлеуін бәріміз міне мына жақын Ұлан ауданына келіп отырмын, әнеу Жандақтан, Шымқорадан келіп отырмын, өзіміздің бауырлар. Енді мына тұрған біздің түліктер Ұлан ауданы Шымқорада Жамбыл орта мектепті бітірген 7-ші. Осы тұрған азаматтар мен қыздар енді осындай жасқа жетпей кеткен достарымыз бар, олардың енді арманда кеткен жатқан жерлері торқа болсын. Ата біз көп болатынбыз, 40 шақты дейді. Енді осы бәріміз енді Алтынайды өзіміздің класстас ретінде қабылдап алған. Бұл енді біздің ортамызда ең кішкентай, одан кейін бақыт бар ешім. Ал енді Алтынай осындай мерейтойды жасап жатырсыздар, оның бәрі мына ұрпақтардың арқасында. Шын айтқанда, енді мына Олжас ана бағана айтып кетті, және де мынандай той өтіп жатқан тамадалар қандай бәрін рет-ретімен айтып, бәрін түсіндіріп айтып жатыр. Енді Алтынай, қайдасыз? Осындай ақ жарқын болып, бетімнен, жүзімнен күлкі кетпесін, әрқашанда мейірімді, қарымдысың. Мына біздің жақсылықты алақанына салып. Соның арқасында міне бәріміз осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Енді мерейтойың құтты болсын. Семьяда күлкі, аспан ашық дүниеден шықпау, ортамыз өтіп жүре беріп, енді Алланың берген жасын жасайық. 100-ге кел, 120-ға кел, енді Алланың қолынан аман болайық енді. Біздің мына класстасты қорғап, ары қарай енді өзіммен бірге ала кет. Шын айтқанда, біздің жақсылық енді бұлай өте сыйлы адам, өзім секілді. Себебі болғандар аман болайық. Енді мен мына микрофонды Толикке берейін деп тұрмын. Алматыдан мәшінен келді. Осы бір ауыз сөздерімді жерге тастамайын. Алматыдан келіп атамыз, қош келдіңіз ата. Ата, мынау қазақтың жері ма? Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мен бір шынымен көпшілікті бағанадан бері Алтынайды 70-ке келіп дейді. Біздің класстың қыздары 17-ге келді. От естеріңізде болсын, 70-ке келген қыздар жоқ бізде. Бәрі 17 жасар, қараңыздар бәріне, жап-жас. Қазір сабышы кетек болса көрді. Әлемде жақсылық Алтынай, денерің сау болсын. Бала-шағаларың, игілігін көріңдер. Немерелі болыңдар, енді шөберелі болыңдар. Алла Тағала соған жеткізсін. Мына жақсылық құлында өстіп, жап-жас қып ұстап отырған сенің артың. Бұл жақсылықпенен мен бала кезімнен бірге өстім, бұл кісі көшеде отырды, мен ұтып алмадым, бір көшеде отырдым әйтеуір. Әскерге бірге кеттім, бірге келдім. Екеуміз де сол Германияда служит еттік. Германияға 6 жігіт кетіп еді, Шымқорадан. Содан қазір тірі жүргеніміз 4-еуміз. Оның қалған 3-еуі де осында. Бақытты болыңдар.
аман есен болып, тойды молақта кезігіп, ойнап күліп жүре берейік. Бақытжан апа, енді сіз пионер болдыңыз. Жарайды, тұрсын. Ал келіңіздер сөйлейік. Әлі 17 адам бар. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылық менен Алтынайдың қадірлі қонақтары. Алтынай, жақсылық, мерейтойларың қайырлы құтты болсын, денің сау болсын, алашағынан есен болсын. Осындай әдемі қалпында бәріміз бірге жүрейік. Сені бәріміз жақсы көреміз. От всей души. Ал жақсылық, Алтынай мерейтойың қайырлы құтты болсын. Біз жақсылықпен класстас болсақ, кейін мен Алтынайды қосып алдық класстас деп. Әлбе Шымқорада жақсылықпен бір ұжымда қызмет еттік, класстас болдық. Қазір көршіміз жақын, бірлеріміз екі шаттан керек көшемізді. Ал бала шағаның қызығын көріп, немере шөберелердің бәрі көп болсын, дендері сау болсын, ауырмасын. Бар тілектерге қосыламын, жақсы тілектерге. Бұл да тойда ғана кездесейік. Құрметті тойға қайырым қауым, қош келдіңіздер біздің мерейтойымызға. Енді бүгін бір сәт түсіп біздің Алтынайды 70-ке толтырайық деп жиналып отырмыз. Әйтпесе бағанадан 35-дейсің, 17-дейсің деп біз бұл жерде кішкентай ішіміз қызғаныңқырап отырмыз. Ал енді Алтынай, туған күнің құтты болсын. Біріншіден айтады ғой, адам ұрпағымен, ағаш жапырағымен деген сияқты, сол ұрпақтардың арқасы осындай бәріміздің басымызды қосып, бір қуанышқа жиналып отырған. Сондықтан осы кезінде кішкентай деп шыққан сол кішкентайларымыз енді бір үйдің азаматы болды. Сендерге өте разымыз. Ата-аналарыңа осындай қуаныш сыйладыңдар. Біз де қуаныштымыз. Біріншіден өзіңе денсаулық, екіншіден жақсылығың аман болсын. Екеуің осы ұнасып тұрған қалыптарыңда Құдайдың берген жасын жасай беріңдер. Енді Алтынай бол, класстас бол, бейіркін болмай өзі аласыңдар десе, класстастыққа аласыңдар деп қосылып алған өзі. Атақтың алғымыз келген жоқ болатын басында. Аяғы құтылып, подаркасын беріп осы сенақ класстас болып деп сертификат. Бірақ та біз өкінген жоқпыз. Өте разымыз. Отбасына да, жақсылық сыйлағаныңа да біз сондай рахмет айтамыз. Аман болыңдар, ұрпақтарың аман бол. Тек бақытты өмір сүріңдер. Құрметті бүгінгі мерейтойға жиналған тойшыл қауым, міне біз Алтынай мен жақсылықтың класстастары, міне Алтынайдың 70-ке толған мерейтойына жиналып отырмыз. Жаңа мәрзе айтып кетпекші, Алтынайымыз біздің класстың келіні болып келген. Енді осы кейінгі 10 жылдықта Алтынайды өзіміздің класстас ретінде қабылдап алғанбыз. Енді осы Алтынайды біздің класстас болып есептеледі. Барлығымыз міне 70-ке толып, ең кенжеміз, ұлдың кенжесі Салтанат 70-ке толып, оның тойын тойлап жасағанбыз. Енді қыздың кенжесі Алтынай 70-ке толып, міне толын тойлап отырмыз. Осымен барлығымыз еліміздер 70-ке толып біттік қойдап қоямыз. Енді тағы да 70-ке толатындар жоқ, барлығымыз 70-ке толып біттік. Енді міне бүгінгі үлкен мерейтойың Алтынай, сенің құтты болсын, денің сау болсын, бала шағаңның қызығын көр, ұл мен қызыңды тәрбиелеп жақсылық екеуің мінекей саналы тәрбиелеп өстірдіңдер. Олар сендердің еңбектеріңді ақтап, міне сендердің осындай мерейтойларыңды жасап беріп отыр. Өте қуаныштымыз. Тойларың өте жақсы өтіп жатыр.
оған да қуанып отырмыз. Керемет. Міне тамадаларын асаба да жақсы жүргізіп, бәріміздің ойымыздан шығып жатыр. Ешқандай артық ауыз сөз жоқ асабаның. Осындай орта жастағы біздерге арналған жақсы өз тақырыбында жүргізіп жатыр деп есептеймін. Өте қуаныштымыз. Осы отырған 70-ке толмағандар, біздің өкшемізді басарлар, біздің жолымызды беріп, 70-ке толыңыздар. Алтынай мен жақсылыққа тілейтінім, немере сүйдіңдер, енді біздің жолымызды беріп, шөбере сүйдіңдер. Екеуің бір жастықта әдемі қартайып, осы Алтынай осы әп-әдемі қалпында, әп-әдемі болып, күліп, жүре беріп, балалардың қызығын көр, солардың жақсылығын көр. Ылғи да екеуінің осындай күліп ойнап жүргендеріңді біз көре берейік. Біз 100-ге жеткенде біздің артымыздан Алтынай сен де 100-ге кел. Рахмет. Ой, тамаша. Көзіңіз ашық, адам танитын адам екенсіз, Алла разы болсын, апай. Жымиып жүріңіздер. Жалғастырайық. Алтынай жан, бүгінгі мерейтойменен құттықтаймын. Саған тек қана денсаулық тілеймін. Қасындағы жақсылық екеуің өмірдің бар жақсылығын көріңдер. Қасындағы жақсылықтарға тек қана жақсылық берсін. Енді бұл өмірде сен жар бақытын көрдің, әйел бақытын көрдің, ана бақытын көрдің, апа бақытын көріп жатсың. Алдағы уақытта енді әже деген бақытқа ие бол. Енді жаңа бәрі айтып жатыр ғой, Алтынай сондай бір ақ көңіл, аузын ашса жағынан жүрегі көрініп тұратын деп. Расында да Алтынайымыз сондай. Осы біраз уақыт емес, енді осы 50 жылдай ғой бір-бірімізді біліп келе жатырмыз. Содан бері қарай Алтынайдың бір қабақ шытып, не бір нәрсеге ренжігенін көрген емеспіз. Қайта бір айдың ішінде обязательно бізді бір шайға шақырып алады ғой, келіңдер шай ішейік деп. Енді оның өзінде адамның ар жағындағы мейірімділігіменен сондай бір адамға деген ілтипаты. Осы ғимарат салынып жатқан кезде Алтынай айтып еді, мен осы 70-ке толған тойымды осы мейрамханада жасаймын деп. Міне бүгін осы мейрамханада дүрлі-өтірік тойын жасап жатыр. Бәріңіз міне бүгінгі кештің сәні болып отырсыздар, қызығы болып отырсыздар. Алтынайымызға тек қана жақсылық тілеймін. Жақсылық екеуіне балалардың қызығын көрсін. Балаларға да өте рахмет айтамын. Бүгін папасы мен мамасына осындай бір керемет кеш сыйлап жатыр. Бұның өзі өте адамның жүрегіне жылулық беретін нәрсе деп ойлаймын. Енді бәрдеріңізге жаңа айтқандай өкшемізді басып келе жатқандарыңыз біздің жасымызға келіңіздер, ары қарай да жастарыңызға тола берсін. Алтынайым енді папасының жасына келсін. Ол кісі енді 100-ден асқан кісі ғой, сол кісінің жасы берсін, балаларына да сондай жас берсін, ғұмыр жас берсін. Тек қана жақсылық болсын. Енді бүгінгі осы класстастардың атынан мынау бір самолетқа жетіп қала ма, білмеймін енді. Жетпесе айтасың тағы да скинемсе деген. Немесе бір ресторанға бар керек тағы да. Тамаша, қабыл алыңыздар, класстастардың атынан. Былайша айтқанда бір путевкаға жететін ақша ғой. Соғырға қайматқан. Ал енді мен жақсылық туралы түк айтпай қояйын. Енді жақсылықпен кішкентай кезімізден бірге өсіп, оңға тәжірибеде бірге барып, нәрімді өшейін бірге жүрміз. Енді Алтынайды мен жеңге деймін, енді жеңге ғой енді жақсылыққа қарағанда. 79 жылы таңғы 4-те танысқанмын Алтынаймен. Ол қалай болған енді Бауыржан біледі. Дежурствоға жүріп бір күні келе жатсам, Жақан танып қойдым енді. Ол кезде Ақан жарықтық бар, үшеуміз ғана қаластой. Оны площадь Ушановада. Айнаны келіп қарасам, Алтынай екеуі тұра қалдым. Сонан кейін Алтынай айтады, шошып кеттік қой, мына милиция неғып жүрді. Жақ екеуміз құшақтасып жатырмыз.
содан 45-й общежитиеге барып деймін. Мен содан бері сол жылы келіп болып түсті, 79 жылы сол жаңа жылды бірге қарсы алдық. Ақанның жарықтық үшеуміз міне Алтынай, содан кейін жолдастар, одан кейін 12-ден кейін кеттім. Мен сондықтан енді Алтынай туралы мен енді до сих пор өзі қалай басталды, солай жолдас болып кеттік. Не бір ренжісі, не түгін көрген жоқпын. Үйге барсам, жаққа жоқ болса да бір жартысын қойып, көтеріп көршіге апарып тастаймын. Ақаттың үйіне. Енді бәрі біледі ғой шұңқыраны. Мен сондықтан енді бақытты болыңдар. Енді міне үш құлындарың үш жерде жүр. Енді өте жақсы деп ойлаймын. Әсет міне олжасында отыр. Енді что-то қобалжып кеттім енді, сондықтан көп сөйлемей-ақ қояйын да, содан кейін жақсылықтың өзі холостяцкий бір өлеңіміз бар енді. Соны бастап айтып берейін енді, рұқсат болса. Алтынай, рұқсат па? Жанарыңа нұр толып, жымиясың сен неге? Қалдың сонда іркіліп, мен бір жоқ түсіп тербеліп. Уақыт келін маған келген, бір жолсым табылмас. Кездескенде айтшы-ау неге, жымиясың қарындас. Встретил я девчонку смешную, она сердце такую озорную. Я ей слово, она два в ответ. Я в любви однажды признался, она шепчет, это не важно, ты же меня любишь, а я тебя нет. Вақыт келін маған кел, бір жолсым табылмас. Кездескенде айтшы-ау неге, жымиясың қарындас. Так проходила зима и лето, я обходил вокруг полсвета, потерял надежду на любовь. Милый мой смешной мальчишка, я же люблю тебя, дурачишка, а за шутку ты меня прости. Вақыт келін маған кел, бір жолсым табылмас. Кездескенде айтшы-ау неге, жымиясың қарындас. Рахмет. Ата, сіз жасанды интеллект емессіз ба? Әніңіз ерекше екен, әуезді әніңізге сізге бір необычный подарка. Мынандай тәпішке беріп қояйықшы. Зимний тәпішке. Аяғы жылы болсын, болсақ қояйын ағамыз әнде. Ой, бірінші рет естідім әнді. Блютузбен жіберіңізші аға. Жалғастырайық, әніңіз жақсы екен деп жатырмын. Жүк болсын деп жатыр қазір. Ал енді құрметті қонақтағайдар, алыс жақыннан келген қонақтар, ал енді Алтынай жақсылық. Өте қуаныштымын, бүгін ерекше есте қалатын тарихи мейрам болып отыр енді. Сендерді үлгі тұтамыз, сіздерден үлгі аламыз. Енді бағадан бері жақсы тілектер айтылып отыр енді. Көңіліңе демеу, жүрегіңе медеу болсын. Енді уақытты құрметтей білейік, уақытты қадірлей білейік енді. Балаларыңа көп рахмет. Сенің бақытың да, байлығың да осы немерең мен балаларың. Осындай дастархан жайып, 300-нің басын қосып отыр. Ана Санкт-Петербург, Ленинградтан хабарлама келіп отыр. Өте қуаныштымын енді. Енді бір ән орындап берейін. Қабыл алыңыздар, шашу деп қабыл алыңыздар енді. Тойыңа гүл алып келдім мен қуанып, қарсы аламын көктемнің гүлініндей. Жүзіңе нұр толып кетіп,
есте қалсаң мәңгі болақын ұмытпа сен жақсылық есте қалсаң мәңгі болақын жасыма жасқанба отыршы қасыма бастайық бірге мәңгіме қуансаң ертең қолыңды берген жойылсын жалғыздық мәңгіге сен туған күн мерекеңіз ән басайық керегіміз ұмытпа сен алтыным есте қалсаң мәңгі болақын ұмытпа сен жақсылық есте қалсаң мәңгі болақын ал алтынай жақсылығын көремін рахмет әкем тамаша рахмет аман болыңыздар бүгін енді ерекше күміс көмей әншілер ән айтып жатыр қысамаймыз барлықтарыңызға сөйлеуге болады себебі сіздердің де тойларыңыз бірақ енді тілек ән айтатын адам артта емес алдыға қарай шықсаңыздар халық жүздеріңізді көрсе нұр үстіне нұр болар қосыламыз ба жалғастырамыз ба келіңіздер кім сөйлесін мама серік ағам өлең айтпайсыз ба дейді серік аға кім ойна қысты ұялқалған емессің әлі ұялмасаңыздаршы үйірместер рахмет енді ешкімді қысамаймыз онда бір есті ән тыңдайық жаңа байқасам енді ағаларым жақсы ән айтып жатыр бұл кісілер енді тойды кезінде палаткин осындай әуезді әнмен бимен шаңдатқан кісілер ғой қазір той десеңіз би жарыс елестетеміз бұндай кісілер болмаған соң қазір әннің де құдіреті келіп қалды бірінші бір суретке түсіп алайық